Баршаңызға сәлем. Менің көрермендерім, подписчиктерім, мен бүгін сіздерге жаңа не болды көрсететін боламын. Бізде әрине бұл жерде осындай әдемі үйді көріп тұрсыздар. Бұл үй бізде 2 этаж не деп ойламаңыздар. Бұл бізде 1 этаж. Я, бұл жерде бізде әрине заттар тұр. Бұл жерде ештеңе жоқ болды. Әрине, бізде бұл жерде ештеңе жоқ болған, мен осындай болды. Осындай есігі болды. Мына жерде енді білмедім не тұрғанын. Ал мына жерде бізде осындай комнаты өте күшті, маған қатты ұнады. Ал сіздерге қатты ұнаса, лайк, подписка жинап кетіңіздер. Кейіннен бізде осындай әдемі комната пайда болды. Бұны мен өзім жасап кеттім. Бұл жерде осындай әдемі жер. Бұл жерде әрине киім сататын жер. Кішкентай балалардың да киімдері тұрады. Бұл жерде ең бірінші бізде осындай болды. Мен бұның бәрін өзгерттім. Өте әдемі, маған қатты ұнайды. Бұл жерде осындай камералар. Ал мына жақта түк жоқ болды негізінде. Бұл жерде осындай 2 уақыт тұрды. Менде бұл негізі бұлай тұрды. Асылай тұрған негізінен. Мен бұны әрине өзгерттім. Содан кейін бізде осындай әдемі жер пайда болды. Бұл жерде бізде осындай әдемі көріністе, әдемі платнелар барлығы бар. Маған қатты ұнайды. Бұл жерде мынандай осындай бар екен. Мына мынандайлары адамдары. Ал орен осындай жабық деген сөзді білдіреді ағылшынша. Ал мына бізде осылай ашылғанда қазақша ашық деп айтылады. Бұл жерде мен мынаны көкті өзім істедім. Барлығын өзім істедім. Бірақ бізде бұл жерде тек қана мынау тұрды. Болды. Мынау да бізде берілді. Бұл жерде де бізде осындай бар. Ал мына жерде бізде кофекана деп айтсақ та болады. Бұл жерде көп зат жоқ болды, дым жоқ болды. Мен осылай әдемі қылдырып өзгерттім. Ал бұл жерде бізде баянатын жер. Бұл әдемі, маған қатты ұнайды. Бұл жерде тек қана осындай қара, сондай светтер, розы болды. Маған қатты ұнамағаннан кейін осылай өзгерттім. Қара маған қатты ұнамайды, әрине көк. Сондай түстер қатты ұнайды. Ал жаңа бейнелерге мен сенбедім. Сондықтан бұл шын екен. Сіздер де Токопоканың 149-ын жасап көріңіздер. Шын екен, мен сіздерге барлығын айттым. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жаудыр. Ұнаса лайк, тіркеліп кетіңіздер. Подписчиктеріңіз көп болсын, ютубтарыңыз мәңгі болсын.